Балаңызға мына 10 сөзді айтпаңыз. Бала тәрбиесіне басты жауапкер ата-аналар көбіне көп ойланбай сөйлеп, сол үшін болашаққа опық жейтінін ұмытып жатады. Өйткені сөз тәрбие негізі. Біріншісі, сенің қолыңнан түк келмейді, әкел өзім жасаймын. Мамандардың айтуынша, бұл баланы алдын ала сәтсіздікке байлайды. Ол өзін ақылсыз және икемсіз сезінеді. Және алдағы уақытта үлкендер тағы ұрсады деп жаңа бастама алудан қорқады. Екіншісі, ұста тек тынышталшы. Кей ата-ана бірнеше сағаттық берші, алып берші деген қыңқылдауды көтере алмайды. Бірақ ақыр соңында баланың сұрағанын беруге келіскенде, ата-ана өздері байқамастан баланы қыңқылдаумен сұрағанына қол жеткізуге, ал мамасының шоғына мән бермеуге жаман үйретеді. Үшіншісі, тағы да мұндайды байқасам, таяқ жейсің. Қалыптасқан дағдыға сай, барлығы осы құр-қоқан лоқымен шектеледі. Не әкесі, не анасы жазаны жүзеге асырмайды. Ал бала босқа қорқақ болып өседі. Мұндай сөздер баланы ренжітіп, түсініспеушілік туғызады. Өз сәбиіңізді қорқытпаңыз. Бала белгілі жағдайда нені күтуге болатынын анық білу керек. Ал үлкендердің кенеттен кейуі еш нәтиже бермейді. Төртіншісі, мен саған дереу доғар дедім. Баламен бұлай дөрекі сөйлесуге болмайды. Бұл сіздің балаңыз ғой. Егер байқамай ашуыңызды көрсетсеңіз, кешірім сұраңыз. Бала өзін еш құқықсыз сезініп ренжиді. Сондықтан доғарудың орнына қарсы шығып, кішкентайлары жылап, жас өспірімдері үнсіз өз жайына кетіп, тұйықталып қалады. Қысқасы, қалай болғанда да бұл сөз қалауыңызға жеткізбейді. Бесіншісі, сен мынаны түсінуге тиіссің. Көптеген бала бұл сөзбен оның қыңқылдақ жалғасына кер тартпалық көрсетеді. Бала мұндай ақыл айтуды түсінбейді. Сондықтан сізді тыңдамай, ойын басқаға ауыстырады. Ал бала сол сәтте беймаза, ренжулі, не ашулы болса, сіздің сөздеріңіз тіпті қабылданбайды. Оның да адам екенін, белгілі бір уайымы, ойлап жүрген өз мәселелері бар екенін ұмытпаңыз. Сондықтан сіздің ең дұрыс деген ақылыңызды да ол сол сәтте түсіне алмайды. Алтыншысы, балалар бұлай жасамайды. Мұндайды жиі қайталайтын ата-ана балада белгілі бір стереотип қалыптастырады. Кейін ересек өмірінде есейген жігіт өз сезімін, іс-әрекетін лайықсыз деп ойлайды. Ал қыздар өзін ерлерге арналған кәсіппен айналысамын, не ұқыпсызбын деп үнемі бір нәрсеге көңілі толмай кінәлайды. Жетіншісі, бекерге уайым қайғыға салынба. Мүмкін балаңыз үшін бұл бекер нәрсе емес шығар. Өзіңіздің балалық шағыңызды есіңізге түсіріңіз. Балаңыз машинасыз қалғаны үшін, не шаруалардан жасалған үйшігі бұзылғаны үшін ашуланып ренжуі мүмкін. Оның кішкентай әлемінде дәл машина мен үйшік ең маңызды нәрсе болар. Баланың мәселелеріне селқостығыңызды көрсете отырып, сіз оның сенімін жоғалтып ала аласыз. Және болашақта өз балаңыздың күрделі мәселелері туралы
білмей қалуыңыз мүмкін. Сегізіншісі, менің денсаулығымды ойлашы. Аналар бұл сөзді балаларына жиі айтады, бірақ айтыла берген сөздің қадірі кетіп, шынында жағдайыңыз нашарласа, бала сіздің сөзіңізді әдетінше қабылдамайды. Ол анасының бұл сөзін тек оның тентек болмауы үшін айтып отыр деп ойлайды. Тоғызыншысы, жоқ, біз бұны сатып алмаймыз, ақша жоқ. Балаға бәрін қатар сатып алуға болмайтынын түсіндіру қиын. Бірақ сіздің мұндай сөзіңізден, егер ата-анасында ақша болса, дүкенді толығымен сатып алуға болады деген мағына шығады. Бала бұл сөзді дәл солай түсінеді. Одан да, мұндай ойыншық сенде бар, көп тәтті жеген зиян, деу жақсырақ шығар. Иә, түсіндіру әрқашан қиын, бірақ бала ата-анасының неліктен мұны сатып алып бермейтінін түсіну керек. Оныншысы, жұрттың боласа. Құдай мені не үшін сонша жазғырды екен? Салақ, ынжық, иттің баласы, оңбаған және тағы басқалары. Ондай белгілерді балаларға тағуға болмайды. Ол баланың өзін бағалауын түсіріп, расымен сол атауларға сәйкестене бастайды. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білерсің. Расында солай екен. Баланы тек дүниеге әкеліп, бар қажеттіліктерін алып беріп, киіндіріп, ішіндірген аздық етеді. Ата-ананың балаға берер басты нәрсесі тәрбие. Ол оның өмірлік асығы. Тіпті аузыңнан шыққан әр сөз баланың қалыптасуына не оң, не теріс әсерін міндетті түрде тигізеді. Құрметті оқырман, ата-аналар, жоғарыда аталған пікірлер легіне қаншалықты қосыласыздар? Әлде бала тәрбиелеуде өзіндік ұстанымыңыз бар ма? Болса бөлісе отырыңыз. Бала тәрбиесін қоғам болып қолға алайық. Ой салатын дүниелердің жалғасын қаласаңыз, арнаға жазылыңыз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін рухани демеу.